Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін сіздермен Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы номері 1 мектеп гимназиян математика пән мұғалімі Сұлташева Гүлнара Дабыржанқызы. Сабақ бастамас бұрын мынандай сіздермен сәл ширату жаттығуын орындап алғым келіп тұрмын. Немересі атасынан жасыңыз нешеде деп сұрады. Атасы, егер өзімнің қазіргі жасымның жартысындай уақыт және тағы бір жыл өмір сүрсем, онда маған 100 жас болар еді. Атасының жасы нешеде? Балалар, бұл жерде біз сіздермен теңдеу құрастыру керекпіз. Егер де атасының өзінің жасы айнымалысында x айнымалы арқылы белгілейтін болсақ, одан кейін оған тағы да соның жартысын қосатын болсақ, яғни оған қосамыз x бөлінген 2-ні, және тағы да бір жасты қосатын болсақ, оның жасы тең болу керек 100-ге. Осы теңдеуді өз беттеріңше шешесіңдер. Сабақтың тақырыбы: алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. Оқу мақсаты: алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау. Бағалау критериялары: бөлшек өрнекті ортақ бөлімге келтіреді, бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосады, бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді азайтады. Ауызша тапсырманы орындап үлгерейік. Әріп пен сан сәйкес болатындай әр бөлшекке тең бөлшек табыңыз. Бірінші тапсырма: алымында А-ны ортақ көбейткіш қылып жақшаның сыртына шығарып жіберуімізге болады. Бөлімінде Б-ны ортақ көбейткіш қылып жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Сол кезде алымында жақшаның ішінде А қосылған Б қалады дағы, бөлімінде де жақшаның ішінде А қосылған Б болады. А қосылған Б өрнегі мен А қосылған Б өрнегі қысқарып, бізде А бөлінген Б өрнегі қалады екен. Яғни бірінші тапсырманың жауабы Б болады екен. Екінші тапсырма: 2х азайтылған 3y бөлімін қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жақшаға жіктеп жазуымызға болады. Ол 2х азайтылған 3y, 2х қосылған 3y. Сонда 2х азайтылған 3y өрнегі мен бөліміндегі 2х азайтылған 3 өрнегі қысқараттағы, бөлімінде 2х қосылған 3y қалады, алымында 1. Яғни екінші тапсырманың жауабы А екен. Енді үшінші тапсырманың жауабы Б болатындығы белгілі, бірақ балалар өздерің шығарып көресіңдер. Міне балалар жауабы тұр. Қатені табыңыз. Бірінші тапсырма: алымы А, бөлімі А азайтылған X. Тең, алымы сол күйінде қалып тұр балалар А болып, ал бөлімі X азайтылған А, ол А азайтылған X-ке кері шама. Егер де бұл кері шама болатын болса, онда бізде бөлшектің алдында минус таңбасы қойылу керек. Келесі тапсырма: алымдары бірдей екендігін көріп тұрмыз. Бөлімдері кез келген санды біз квадраттайтын болсақ, онда оң сан болатындықтан бізде екінші тапсырмамыз дұрыс. Үшінші тапсырманың қандай екендігін өздеріміз ойланып көреміз. Бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Бөлшектерді қос және азайт. 7-ден 3 қосылған 7-ден 1. Бөлімін сол күйінде қалдырамыз 7 деп, алымдарын қосамыз. Сонда бізде 7-ден 4 деген бөлшек шығады. Азайтуды орындап көрейік. 10-нан 9 азайту 10-нан 7. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту үшін бөлімін сол күйінде қалдырып, алымдарын азайтамыз. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 болады. 10-нан 2. Ал енді балдар, 10-нан 2 деген бөлшек ол қысқаратын бөлшек, сондықтан да оны біз қазір 2-ге қысқартатын болсақ, 5-тен 1 деген бөлшек шығады. Қалған тапсырмаларды өз бетімізше орындаймыз. Яғни балдар,
Бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосу және азайту, жай бөлшектерді қосу және азайту ережесі бойынша орындалады. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу үшін бөлімін сол күйінде қалдырып алымдарын қосамыз. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту үшін бөлімін сол күйінде қалдырып алымдарын азайтамыз. Енді ары қарай тапсырма беріледі. Бөлімінде А азайту Б, яғни бөлімдері бірдей, 3 пен 4 қоссақ 7 болады. Сонда бөлімі А азайту Б алымы 7-ге тең болады екен. Қалған тапсырмаларды тура осылай орындаймыз. Есептерді талқылай отырып шығарайық. Алгебралық бөлшекті қосып және алыңыздар. А азайту Б 3 алымы, қосылған бөлімі А азайту Б алымы 4. Бөлімін сол күйінде қалдырып, алымдарын қосамыз. Сонда бөлімінде А азайтылған Б алымында 7 деген сан болады. Келесі тапсырмаларды өз бетімізше орындаймыз. Бұл жерде балалар назар аударатынымыз, егерде бөлшектің алдында минус таңбасы тұратын болса, онда бөлшектің алымындағы таңбалар қарама-қарсы таңбаға ауысып кетеді. Яғни, мына жердегі таңбамыз минус 2х қосылған 6y. Соған назар аударамыз, орындаймыз. Сабақты қорыту, тест тапсырмаларын орындаймыз. Білдім. Бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосуды орындаймын. Бөлімдері бірдей алгебралық бөлшекті азайтуды орындаймын. Кері байланыс жасаймыз, балдар. Мен оқытудың қай сатысында тұрмын? Нәтижеге қалай қол жеткіземін? Кемшіліктерімді жою үшін не істеуім қажет? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, балалар, сіздер әрқайсыларыңыз өздеріңізді бағалай аласыздар. Сіз білім деңгейінің қандай сатысында тұрғандарыңызды, сабақты қалай түсінгендеріңіз туралы ойланыңыздар. Назарларыңызға рахмет.